Бұл Көкшетаудағы болашақ сарайы. Сәулеті келіскен бірегей сарайда осы күні 72 үйірме жұмыс істейді. 2000-ға жуық бала бүгінгі таңда мұнда тәлім алып жатыр. Сонымен біз Арқаның кербез сұлу Көкшетауындамыз. Армағайын. Ақмола облысының білім басқармасы жанындағы болашақ сарайы 2020 жылдың қарашасында ашылды. Бұл жерде өрендіргі өнер, ғылым, спорттан қосымша білім беріледі. Яғни балалардың интеллектуалдық және физикалық тұрғыдан дамуы үшін мол мүмкіндік жасалған мұнда. Іште бассейндер, спорт залдары, алаңдар, технопарктер, теңдесі жоқ зертханалар, шығармашылық үйірмелер жұмыс істейді. Болашақ сарайы жалпы 5 бағыт бойынша жұмыс атқарады. Ең басты бағыттардың бірі ол ғылыми техникалық бағыт. Екінші үлкен бағыт ол өнер, шығармашылық жақ. Үшінші бағыт ол спорт бағыт. Өйткені біздің елімізді, мемлекетімізді ең бастысы ол денсаулығы мықты жастар, сондықтан да спортқа өте үлкен көңіл бөлінген үлкен бағыттардың бірі. Төртінші бағыт ол бейімді орта деп, яғни біздің білім алушыларға, сонымен қатар ата-аналарға, яғни педагогикалық, психологиялық қолдау көрсету бағыты. Ал бесінші бағытымыз ол біздің медиа бағытымыз. Сонымен қатар бұл жерде біздің жас өспірімдер мен жастардың, яғни өздерінің дамуына үйлестіру жұмыстарының, яғни осымен айналысатын бағыт. Міне бүгінгі таңда болашақ сарай осындай жұмыстарын бастап кетті. Қызығушылық деген өте көп. Бұл зертханада мен ауыз судың сапасын зерттедім. Осы жұмысқа 1 апта уақыт жұмсадым. Зерттеудің нәтижесінде суға жауапты мекемеге тіршілік нәрінің сапасын жақсарту бойынша ұсыныс жасалды. Здесь представлена одна из моих работ. Называется «Туған жерім алтын бесігім». Работа очень сложная, кропотливая. Бұл жерге менің бір туындым қойылған. Еңбегімді туған жерім алтын бесігім деп атадым. Бұл өте қиын жұмыс, табандылықты талап етеді. Жасап шығу үшін бірнеше ай, тіпті бірнеше жыл керек. Келесі еңбегім 3D форматында моншақпен жасалған туынды. Өзім қолөнермен 7 жасымнан бері айналысып келемін. Яғни осынау өнерді серік еткеніме 8 жылдың жүзі болды. Өзіме ұнайды, болашақ сарайында шабытым тіптен ашыла түсті. Балалар өздігінен жұмыс істейді. Мұнда мұғалім тек бағыттаушы ғана. Әйтпесе өрендер ғылыммен, шығармашылықпен айналысқан кезде өздері ізденеді. Ол үшін ең соңғы үлгідегі жабдық, қондырғылар қойылған. Яғни болашақ сарайында жас буынның тұлға боп қалыптасуына жағдай жасалған. Біздің қазір оқушыларымыз картоп, сәбіз, көкөністердің барлығын вируссыз және бактериясыз жағдайда клондық көбейтуді үйренеді. Яғни болашақта біздің оқушыларымыз аграрлық өнімдерге көптеген үлесін қосады. Қандай үлесті? Яғни жаңа сорттарды алу мүмкін. Сонымен ол сорттардың өнімділігі жоғарын алу мүмкін. Микробиология сабағында біз сүт өнімдерін зерттейміз. Сонымен қатар ауа, микрофлорасын зерттейміз, топырақ микрофлорасын зерттейміз. Сонымен қатар біз микроорганизмдердің өсіп өнуін зерттеп үйренеміз. Болашақта оқушыларға не береді? Оқушылар академиялық университетке түсіп, сол жерде лаборанттау жұмыс істей алады. Сонымен қатар эколог бола алады.
геолог болуы мүмкін. Бұл жерге мүмкіндігі шектеулі балалар да келе алады. Өрендер қайда қатысам десе де өз еркі. Шығармашылық пен ғылымға жеке, спортқа жеке ғимарат салынған. Болашақ сарайы жалпы 2 блоктан тұрады. А блогы бұл әкімшілік және арналған жаңағы ғылыми техникалық ең басты 7 зертхана осы жерде. Сонымен қатар инновациялық парк, балалар паркі және оқу студиялар, яғни осы әкімшіліктің жұмыс істеуі осы А блогында негізгі блокта берілген. Сонымен қатар 2-ші блок ол таза спорт бөліміне арналады. Оның өзінде 2 бассейнімен, жаттықтыру бөлмелерімен жабдықталған. Бір мәжіліс залының өзі 702 орынды. Сондықтан да бұл ғимаратта, яғни өзі осы аз уақыттың ішінде де 2 чемпионат өтті қазақстандық. Бірегей сарайда 2000-ға тарта өренге білім беріледі. Ғылым, спортпен қатар жас буын ұлттық өнерге қанық алады. Бұл қазақтың көне аспаптарының бірі састырнай аспабы. Яғни бүгінгі таңда мен бұл састырнай аспабынан үйірменің жетекшісімін. Облыстық байқаулардан да біздің шәкірттеріміз жүлдегерлері атанып жатыр. Ел көлемінде біз рухани жаңғыру деп ұран тастап жатырмыз. Енді сол ұранның бір 300-інде жүзеге асыруының бірі деп мен толық айта аламын бұл састырнай аспабын. Болашақ сарайында енді 20 үйрендім. Бұл жер несімен ұнайды өзіңе? Конкурстарға қатысқанда сцена бар, жақсы домбыралар. Көп балалы отбасымыз біз үшін жаңағы болашақ сарайы өте маңызды болып табылады. Өйткені біздің балаларымыз бәрі осында үйірмелері қатысады. Спорт бөліміне, жаңағы үйірмелеріне, бейнелеу үйірмелеріне қатысады. Үлкен қыздарымыз вокалға қатысады. Ыңғайлысы жаңа ғимарат болғаны кейін өте ашық, жарық, балалар үйден шығып жаңағы үйірмелеріне баруға асығады. Және де болашақ сарайын жақсы жері жаңа жағалаудың жанында орналасқаны. Орналасқан жері де ерекше. Сарай Қопа көлінің жағасынан орын тепкен. Жалпы соңғы 2 жылда Көкшетаудың ажарлана түскені байқалады. Болашақ сарайы орналасқан Көктем шағын ауданында жаңа үйлер салынып, Қопаның маңы абаттандырылды. Жуырда жағажай пайда болмақ. Хош, ал осындай көрікті жерде тұрған сарай еліміздің өнеріне, спортына, ғылыми техникалық дамуына қажетті мамандар даярлайтын қара шаңыраққа айналмақ.